Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Алдымен біз пиццаның қамырын илейміз. Ол үшін бізге ұн, күнбағыс майы, су, тұз, құрғақ ашытқы және қант керек. Алдымен суды құямыз, оның үстіне тұз саламыз, қант саламыз және ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 15 минутымыз өтті, енді оны алып, оның үстіне май құямыз. Барлығын араластырып отырып, ұн салып қамыр илейміз. Қолымызбен илеп аламыз. Илеген нанымыздың бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. Осылай қамырымыз көтеріледі. Сол кезде алып, қолымызды майлап алып, қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Табамызды майлап, осылай жазып аламыз да, үстіне соусын дайындаймыз. Майонез бен кетчупты араластырып, бетіне жабып шығамыз. Мен салмасына тартылған етті саламын деп шештім. Тартылған етті осылай арасын ашып жайып аламыз. Сіздер өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасап алуыңызға болады. Мен осылай фаршпен салдым, оның үстіне қызанақты жайып шығамын. Аскөк пен ірімшікті, яғни сырды пісуге 5 минут қалған кезде саламыз. Мен 200 градуста 25 минут пісіріп алатын боламын. Сіздер өзіңіздің пешіңіздің қызуына байланысты пісіресіңіз. 20 минут өткеннен кейін осылай пиццамызды алып, бетіне аскөкті сеуіп, ірімшікті, яғни сырды сеуіп шығамыз да, тағы да 5 минутқа қоямыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес берем. Мен екінші пиццаны жасауға кірістім. Қолымызбен табамызды майлап алып, қамырымызды осылай жайып шығамыз. Оның үстіне майонез бен кетчуппен араласқан соусымызды жағып аламыз. Үстінде салмасына сіздер өзіңізге қалай ұнайды, солай жасап алсаңыз болады. Мен тартылған еттен аздап салып, шұжық қосып, үстіне қызанақ қойып, пешке 20 минутқа саламын да, 20 минуттан кейін алып, аскөк пен ірімшікті, яғни сырды сеуіп, тағы да 5 минут ұстап шығамын. Біздің 2 түрлі пиццамыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес берем. Сіздермен бірге болған Салима.